Сәлеметсіңдер ме балалар? Сауат ашу 128 сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы кейіпкерлерді сипаттаймын, ю әрпі деп аталады. Бұл сабақта сен ю әрпін танисың, ажыратасың және оны дыбыспен сәйкестендіресің. Құрамында ю әрпі бар сөздерді буындап, тұтастай және түсініп оқисың. Ю әрпін көркем жазасың. Балалар, сабағымызды бастамас бұрын жұмбақ шешейік. Жеміс-жидек жегені балды жақсы көреді. Қорбаңдап ол жүреді. Бұл не, оны кім біледі? Бұл не деп ойлайсыңдар, балалар? Әрине, бұл аю екен. Аю деп қане айтып көрейікші, балалар. Аю деп айтқан кезде қандай дыбыстарды естиміз, балалар? А, И, У дыбыстары естіледі екен. Бірақ, балалар, аю дегенде 3 дыбыс естілгенмен жазылған кезде 2 әріп жазылады екен. А мен ю әрпі. Балалар, біз ю әрпімен танысамыз. Ю қосарлы дауысты дыбыс. Себебі ю дыбысын айтқан кезде, балалар, И мен У дыбысы қосарланып естіледі екен. Ол дауысты дыбысқа жатады екен. Енді, балалар, ю әрпі бар сөздерге дыбыстық талдау жасайық. Аю. 2 буын бар. 2 әріп бар. 3 дыбыс бар екен. Келесі. Ою. Ою. 2 буын бар. 2 әріп бар. 3 дыбыс бар екен. Енді, балалар, мына буындардан сөз құрап оқиық. Жаю, ою, қою, жою, жию, кию, қию. Ю дыбысы, балалар, қазақ тілінде көбінесе сөздің соңында кездеседі екен. Енді, балалар, бірінші тапсырманы сөздерді оқиық. Аю, ою, қою, қию, құю, түю, есею, үлкею, азаю, көбею. Сөздерді мұқият дұрыс оқиық. Енді, балалар, жеңімпаз аю мәтінін тыңдайық. Аю, түлкі, қасқыр үшеуі жарысты. Қорбаңдаған аю араның ұясын бұзып кетті. Аралар аюды шаға бастады. Араларға таланған аю тез жүгірді. Сөйтіп аю түлкі мен қасқырдан озып кетті. Балалар, мәтінді мәнерлеп, дұрыс оқиық. Екінші тапсырма сұрақтары бойынша аюды сипатта. Бірінші сұрақ: аю қандай аң? Түсі қандай? Оның аяғы қандай болады? Ол қайда тіршілік етеді? Осы сұрақтарға жауап беру арқылы, балалар, аюды сипаттап әңгімелейік. Бүгін, балалар, дәптерімізге ю әрпінің бас әрпі мен кіші әрпін жазып үйренеміз. Жұмыс дәптеріміздің 29 бетіндегі ю әрпінің бас әрпі мен кіші әріптердің ю әрпі бар сөздерді және сөйлемдерді қатесіз, әдемі, көркем жазайық. Жарайсыңдар, балалар, іске сәт!